Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында майонез дайындайтын боламыз. Ол үшін сізге 1 минут қажет. Осындай қою майонезді алатын боламыз. Ол үшін бізге 250 мл сұйық май керек, және де 1 шай қасық секер, одан кейін жарты шай қасық тұз, одан кейін 1 ғана жұмыртқа, одан кейін 1 қасық 9% уксус, одан кейін 1 қасық горчица қосып, жақсылап блендермен араластыратын боламыз. Блендер болмаған жағдайда миксермен араластырсаңыз болады. Видеодағыдай массамыз біртіндеп ағарып, қоюланып бастайды, және де соңына шейін қоюланғанша араластырып тұрамыз. Майонезді кез келген салатқа, тағамдарыңызға қосуға болады. Кәдімгі магазиннің майонез сияқты майонез болып шығады. Мінекей майонезіміз дайын. Бәріңізге ас болсын. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Дәмді, оңай рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыз.